Ертеде бір ақсақал, қасында кішкентай баласы бар. Судың ағып атқан қасында, жанында отыр дейді. Салқын судың жанында. Bir кезде сол судың жанына бір жас жігіт келді дейді. Жас жігіт келіп, шөлін қандырып, содан кейін ақсақалдан былай деп сұрады дейді. Ақсақал, мына судың ар жағындағы ел қандай ел, қандай адамдар тұрады ол жерде деп сұрады дейді. Сол кезде жаңағы ақсақал былай деп айтты дейді. Балам, сен келген елдің адамдары қандай еді? Өзіңнің келген жағыңның адамдары қандай адамдар еді деп өзінен сұрақ сұрады дейді. Сол кезде жаңағы жігіт жауап берді дейді. Ой ақсақал, мен келген елдің адамдары өте нашар адамдар. Тек қана ойлайтыны бас пайдасы, ойлайтындары жамандық, сондай нашар адамдар еді деп жауап берді. Сол кезде ақсақал айтты дейді. Бұл елдің адамдары да сондай деп жауап берді. Дәл сол күні, дәл сол жерге тағы да бір жас жігіт келді дейді. Ақсақалмен амандасып, шөлін қандырғаннан кейін ақсақалдан ол да сұрады дейді. О ақсақал, мына судың ар жағындағы ел қандай ел, қандай адамдар тұрады деп сұрады дейді. Сол кезде жаңағы сұрақты ақсақал қайтадан қойды дейді. Өзіңнің келген еліңнің адамдары қандай еді деп. Сол кезде жаңағы жігіт жауап берді дейді. Мен келген елдің адамдары өте қарапайым, бауырмал, сондай адамдар еді. Мен қимай олармен қоштастым деп жауап берген екен. Сол кезде ақсақал айтты, бұл елдің де адамдары сондай деп жауап берді. Сол ақсақалдың қасында отырған кішкентай бала бір кезде сұрады дейді. Ата, сіз екі адам келді, бір сұрақ қойды, екеуіне екі түрлі жауап бердіңіз. Бұның сыры неде деп сұрады дейді. Сол кезде жаңағы қария былай деп жауап берген екен. Балам, адамның жүрегінде не нәрсе болатын болса, адам жүрегінде не нәрсені сақтайтын болса, жүрген жерінде соны көреді деп жауап берді. Адам бірнеше өзінің жүрегіндегі жақсылығын көрмей, жүрегімен сезінбей, өзінен таппай ол жақсылықты. Қай жаққа барса да, қандай қауымға, қандай елге барса да, ол жақсылық көрмейді деп жауап берді.